Ішкі істер министрлігінің ғимаратына болашақ полицейлер келді. Ақтөбе қаласы Фариза Оңғарсынова атындағы номер 41-ші мектеп гимназиясының кадет сыныбының оқушылары ведомство музейімен танысты. Қызықты ақпараттар алып, ішкі істер саласын терең біле түсті. Ішкі істер министрлігінің мұражайына келгенде бұрынғы тарихты көрдім. Қазіргі және бұрынғы формаларын салыстырмасын көрдім. Және де бұрынғы қару-жарақтарды көрдім. Мысалы, біз қазір өзіміз қару-жарақтарды шашамыз. Бірақ мен бұндай қару-жарақтарды көрген жоқпын. Бүгін келіп көріп тұрмын. Және де көптеген ақпараттарды білдім. Осы салаға еңбек сіңірген тұлғаларды танып жатырмыз. Аталмыш мектептің кадет сыныбында 70-тен аса оқушы бар. Олар 6-шы сыныптан бастап тарих пәнін тереңдетіп оқып, құқықтық білім алады, саптық тактикалық дайындықтан өтеді. Мен кадет классына келген себебім, мен әскери қызметте болғым келеді. Әскери қызметте біз сияқты балаларды тәртіпке, сабырлыққа, өз-өзін ұстауға үйретеді. Және де мен әскери қызметтегі қаһарман ағаларымыз секілді соларға ұқсап өскім келеді. Бұл жерде бізге ер мінезді қалыптастырады, ел азаматы болуға үйретеді. Мен кішкентай кезімнен полицей адам болуына армандадым. Бұл арманыма жетуге кадет класы маған бір қадам алдыға көмек берді. Біз кадет класында шағат жасауды, заңдарды білеміз. Біз түрлі жарыстарға барып, орындар алдық. Біз білімімізді шыңдап, болашақта ел қорғайтын азамат боламыз. Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты менен біздер 2019 жылдан бастап меморандумға қол қойғанбыз. Олар біздерге жаңағы балаларға заң қызметкері боламыз деген балаларға, полиция қызметкері боламыз деген балаларға жаңағы кәсіби бағыт-бағдар беруге олар біздерге сондай көмектеседі. Соның жаңағы жаздың кезінде 5-ші класс бітірген оқушылар өз еріктеріменен, ата-аналарының жаңағы келісіміменен өтініштерін жазып, сосын жаңағы кадет классына қабылданады. Кадет классына қабылдану үшін олар бірінші сынақ тапсырады. Тарих пәнінен және дене тәрбиесі пәнінен. Ақтөбе заң институтының мамандарынан білім алған оқушылардың ішкі істер саласына қызығушылығы басым. Сондықтан олар Нұр-Сұлтан қаласына арнайы келіп, министрлік мұражайын көрді. Мамандармен кездесіп, тәртіп сақшысы болу үшін білім беретін оқу орындары туралы білді. Сала ардагерлері жайында ақпарат алды. Қазіргі заманның қаһарманы ерлігі үшін медалімен марапатталған Ерлан Жаңабаевпен кездесу ұйымдастырылып, ерлік сабағы өткізілді. 7 адамды өрттен аман алып қалған Сарыарқа аудандық полиция басқармасының учаскелік полиция инспекторы оқушыларға өз саласының қызығы мен қиындығы жайында баяндады. Сертке берік, антқа адал болу қажеттігін айтты. Шара соңында жеткіншектерге естелік сыйлықтар табысталды.